Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Сіздермен Данчо the Teacher. Өзімді жалпы қысқаша таныстырып кетейін. Есімім Дәулетхан Данияр болады. Қазіргі таңда ағылшын тілі мұғалімі, шетел тілі мұғалімі болып оқып жатырмын. Қарағанды қаласындағы Букетов Каргу университетінде. Жалпы менің арнама тіркеліп кетіңдер. Жақын арада әртүрлі нұсқалар талдап, әртүрлі тақырыптарды қарастырып, жаңа нәрселер үйренетін боламыз. Жалпы осы арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ал біз бастайық. Бізде бірінші сұрақ болып келеді. Бұл бізде 31-ден 03-ші нұсқа Білімленд порталынан алынған. Көбінесе осы ағылшын тілі пәнінен ұбт-да келетін сұрақтар болып келеді. Сіздерге дайындап қойған сұрақтарым осы. Ал бастайық. Бізде бірінші сұрақ. To be, going to do тіркесі, яғни бізде егер де бір нәрсені алдағы уақытқа пландастырсаңыз, осы тіркесті қолдану керек, тура келеді. Тіркесімен сөйлемді толықтырыңыз. I am not hungry. To have breakfast. Яғни бұл жерде біз бұл 5 варианттың ішінен дұрыс жауабын табу керекпіз. Бұл жерде қарасаңыздар дұрыс. Көбісі варианттар шақ, яғни уақыт шақтар бойынша келмей тұр. Мысалға, А вариантын қарастырсақ. Was not going. Бұл жерде бұл грамматикалық түрде қате болады. Өйткені was бізде өткен шаққа қолданылады. Және де бұндай тіркес бұл жерде келмейді. Is, мысалға, екінші В варианты бізде ол да келмейді. Өйткені біз I мен тек I am қолданыламыз. Is деп тек he, she, it кезінде қолданамыз. Яғни бізде дұрыс жауабы болады I am not going to have breakfast болады. Осы варианты. С варианты дұрыс болып келеді. Келесі сұраққа өтейік. Екінші сұрақ. Right етістігі continuous infinitive. Яғни бізде continuous дегенде бұл жалғасып жатқан шақ болып келеді. Және де оның алдында бізде right деген бізде жазу болса, to қосылып, бізде дұрыс жауап бізде to be writing болады. Е варианты. Келесі үшінші сұрақ. О әріпі жазылмаған. Яғни сөздерде мұнда А вариантын қарастырсақ, бұл жерде О әріпі келмейді. Мұнда nationality А әріппен жазылады. Б вариантын соңына қалдырайық. С варианты. Бұл жерде де бізде А әріпі қолданады, harvest. Яғни уражай. Д вариантында literature. Мұнда да А әріпі қолданады. Және де Е вариантында U әріпі қолданады, husband. Бұл жерде бізде Б вариантында О әріпі келеді, monument.
Дұрыс жауабы осы болып келеді. Келесі сұраққа өтейік. Төртінші сұрақ. Дұрыс предлогты таңдаңыз. The poem is written a young poet. Бізде мұнда бірден қандай жауаптар келмейтіндерін білуге болады. The poem is written at тіркесімен қолданылмайды. Бұл үлкен қателік болады. The poem is written from деп ойлап қалуы мүмкін адамдар. Бірақ бұл қателік. Бұл жауап дұрыс емес. With дәл солай алдындағы жауаптардағыдай грамматикалық жағынан қате болады. Up деген вариант білмеймін қайдан шыққанын, ол да жалпы келмейді. Бұл жерде бізде тек дұрыс жауабы осы болып келеді, by. Әртүрлі тексттарда да көруге болады, мысалға тапсырмаларда this book is written by for example this book is written by George Orwell мысалға. Ол жерде авторды қолданған кезде айтатын тіркес болып келеді. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз. I don't like films have unhappy endings. Яғни бұл жерде бұл айтып тұрғаны соңғы жағы өкінішті бітетін фильмдер ұнамайды дейді. I don't like films. Бұл жерде варианттарды қарап шығайық. A варианты what, B варианты whose, C варианты who, D варианты whom, және де E варианты that. Өз ойларыңызбен кішкене ойлап жауапты берсеңіз болады. Бұл жерде бізде шатастыру мүмкін кейбір варианттары. Бізде мына жақта мысалға қарайтын болсақ, I don't like films, what деген сөз тіркесі. Мұнда бұл есімдік келмейді. Бұл грамматика жағынан қателік болып келеді. What деген бұл жерде қолданылмайды. Whose деген бұл жерде ол да қолданылмайды. Өйткені бұл бір заттың біреуге тиесілі екенін көрсететін бұл не болып келеді? Есімдік болып келеді. For example, whose bag is this? Деген сияқты. Бұл кімнің сумкасы. I don't like films. Who бұл жерде келмейді. Бұл адамға қолданылады. D варианты да келмейді. Бізде осы қалған E варианты ғана дұрыс болып келеді. Келесі.